Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып оқушылары. Дүниетану пәніне қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 13-ші сабақ елді мекендер қандай болады тақырыбы. Сабағымызды бастамай тұрып, мына мақалдарға қарайық. Екі жаман ауыл болмас, ауыл болса қауым болмас. Ақылды қыз ауыл көркі, ауыл аймағымен, бота тайлағымен. Ауыздың қайда екенін қол біледі, ауылдың қайда екенін жол біледі. Өз ауылымның түтіні түзу шықсын. Бір ауылда 1000 туысың болғанша, әр ауылда бір туысың болсын. Аңдысқан ауыл болмас, ерегескен ел болмас. Бұл мақалдар, балалар, біз түсініп өткеніміздей, ауыл мен қалаға қатысты мақал мәтелдер. Яғни біздің бүгінгі жаңа сабағымыз елді мекендер қандай болады деп аталады. Олай болса, балалар, бізде мында суретте Қазақстанның картасы белгіленген. Біз сонда өзіміздің тұратын қаламызды немесе ауылымызды табамыз. Олай болса, балалар, мына суреттерге қараймыз. Бірінші суретте біздің Қазақстанымыздың мақтанышы жас қаламыз, Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Екінші суретте облыс орталығы, бұл Қостанай қаласы. Ал соңғы суретте портты қала, Маңғыстау облысында орналасқан Ақтау қаласы. Елді мекендер қалалық және ауылдық болып бөлінеді. Қала 12 мыңнан астам адам тұратын елді мекен. Бүгінгі күні Қазақстанда 87 қала бар. Қалалар көлеміне қарай ірі, үлкен, орта және кіші болып бөлінеді. Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында 1 миллионнан астам адам тұрады. Қарағанды мен Шымкент ірі қалаларға жатады. Келесі сіздерге мынадай пікірталас дайындап келдім. Қай жерде өмір сүруге қолайлы? Әр адам өз қалағанша жауап береді және себебін түсіндіріп өтсеңіз болады. Қандай жерде? Мысалы, ауа райы жақсы жерде, суы, жылуы, барлық жағдай жасалған жерде өмір сүру бізге қолайлы. Және сонымен қатар біздің туған тумыстарымыз, ағайындарымыз қай жерде тұрады, сол жерде өмір сүру бізге қолайлы. Және сонымен қатар дамыған жерлерде, яғни өзімізге жұмыс орны жақын қалалар бізге өмір сүру қолайлы. Сабағымыздың соңы. Осы мына екі сұрақтарға балалар жауап беріп дәптерімізге жазамыз. Ауыл дегеніміз не? Ауыл тұрғындары қандай шаруашылықпен айналысады? Бүгінгі сонымен балалар сабағымыз аяқталды.